Баршаға сәлем достар, сіздермен спорт жаңалықтары. Видеоны бастамас бұрын арнаға тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең соңғы жаңалықтар тек қана бізде болады. Нұрсұлтанов Әлімханұлымен жекпе-жекке қатысты ойын айтты. Орта салмақта WBO International титулы ие қазақстандық Мейрем Нұрсұлтанов осы дивизионда толыққанды чемпион Жәнібек Әлімханұлымен жекпе-жек мүмкіндігі қаншалықты ықтималы екенін айтты. Қазіргі таңда WBS рейтингінде жақсы көтеріліп келемін. Ары қарай да WBS бойынша ілгерімін және болар. Әлімханұлымен жекпе-жек мен әзірге міндетті қарсылас бола қоймайтын шығармын. Біздің менеджерімізде бар. Алда көреміз. Бірақ олай бола қоймас, деді боксшы Қазспорт арнасы берген сұхбатында. Еске салайық, 29 жастағы Мейрем қазан айында өткен кейінгі айқасында аргентиналық Марсело Эстебан Косересті ұпай санымен жеңген еді. Нокаут видеосы. Қазақстандық нокаутшы не маңызды? Қазақстандық боксшы Батыр Жүкембаев кәсіпқой рингде жекпе-жегін үздінсіз жариялады деп хабарлайды. Қазақстандық нокаутшы алдағы жоспары үлкен екенін мәлімдеген. 21-0 кеттік деп жазыпты Батыр Твиттер желісінде. Сіздермен спорт жаңалықтары болды. Арнаға тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең соңғы жаңалықтар тек қана бізде болады.